Шашты блондекспен бояуды үйрететін боламын. Қалай араластыру керек, қалай бояу керек екенін барлығын көрсететін боламын. Соңына дейін қараңыз. Бірінші біздер 4 ас қасық су құйып аламыз. Гидропелиттен қосып аламыз. 1 қасық. Бір қасық қосып аламыз. Қанастырамыз мұқият. Порошок усилитель қосып аламыз. 2 қасық усилитель қостым. 1 қасық гидропелит қостым. Мұқият араластырамыз. 2 минут мұқият араластырамыз. Ұнтақтар кету керек, барлығын араласып. 1 қасық шампун құямыз. Өзіңізге қандай шампун ұнайды? Шампунның иісі де күшті. Дайын болды. Мұқият араластырамыз. 2 минут. Осылай бөліп аламыз керек жерін. Мұқият тарап аламыз. Екіге бөліп аламыз осыны. Жеңіл болу үшін бөліп аламыз. Енді бастаймыз. Кесішкі болса, кесішкімен жаққан жақсы. Ол менде жағы болады. Түріне бәрін жеткізіп жаққан жақсы. Үстіне бір қағазбен орап қоямыз. Немесе пакетпен де орап қойсаңыз болады. Жоғары жағын толық жағып шығамыз. Жан жағына тегізіп алмай. Блондекс жаққан кезде ақ шашқа жағамыз. Блондекс бәріне жағылған қарайсыңдар. Кетімізі бәріне жағылған. Қарайсыңдар, тексересіңдер. Бәріне жағылған ба? Күшті ол жағылған. Бұлай орап қоямыз. Ағарғаннан кейін басқа ашық түстермен боясаңыз да жаңағы жақсы алады. 20 минут ұстап, жуып тастаймыз. Осылай жасағаннан кейін, үйде бар пакетпен орап қойсаңыз да болады. Енді 20 минут күтеміз. Блондекспен осветлять еткен шашымыз міне. Күшті, шықты, әдемі. Енді осыны өзіңіздің қалаған түсіңізге боясаңыз, шашыңызды алады. Кез келген түсті алатын шаш енді. Мына өзіміздің шашымызға кез келген түсті алмайтын еді. Енді мына түске жаңағы розыға бояуға болады, көкке боясаңыз болады. Қандай ашық түске боясаңыз да осы шаш жақсы алады. Ұнаса лайк басыңыздар, каналыма жазылып кетіңіздер. Рахмет.